Күздің соңғы айы еді. Таңнан бері аспанды сыр бұлт торлап, ұсақ жаңбыр бір басылып, бір себелеп тұрды. Қала сыртындағы қарттар үйінің ауласына кірген сайын көңілімді белгісіз мұң билейтін. Мұнда келген сайын уақыттың өзі баяу жүретіндей көрінетін. Біреу терезеге қарап отырады, біреу үнсіз дұға оқиды, енді бірі алыстағы жолға телміріп, әлдекімді күтумен күнін өткізеді. Мен ол жерге еріктіретінде аптасына 2 рет барып тұратынмын. Қарттардың әңгімесін тыңдап, шай құйып беріп, кейде бірге серуендейтінмін. Кейбір мені туған қызындай көріп кеткен. Біреу маңдайынан иіскеп, батасын береді. Енді бірі немересін көргендей қуанып қалатын. Бірақ сол күні менің назарымды бір ғана кейуана өзіне еріксіз аударды. Ол терезенің дәл алдында үнсіз отыр екен. Ақ жаулығы таптаза, үстіндегі қара көйлегі де мұнтаздай, тек жүзі ғана қатты шаршаған. Әжім басқан жанары әлсін-әлсін ауладағы қақпаға түседі. Есіктің сықыры естілсе болды. Орнынан сәл көтеріліп қарайды да, ешкім кірмегенін көрген соң қайта отыра кетеді. Бұл көріністі бірнеше сағат бойы байқадым. Түскі асқа шақырғанда да асықпады. Басқалар дастарханға жайғасып жатқанда, ол тағы да терезеге қарап отырды. Жанына барып жайлап, «Апа, тамаққа жүріңіз, суып қалады», дедім. Ол маған мейірімге толы көзбен қарап, әлсіз ғана жымиды. «Қазір, балам келіп қалар, бірге ішерміз». Осы бір ауыз сөз жүрегіме қадалып қалғандай болды. Мен үнсіз қалдым. Қызметкер әйел ақырын ғана қасыма келіп, «Көндіріп көріңіз, таңнан бері ештеңе жемеді», деді. Мен тағы да, «Апа, ұлымыз келсе бірге тағы шай ішесіздер, әзірше жүрміз», дедім. Әжей басын баяу шайқады. «Жоқ қызым, аш келген шығар. Үйде жүргенде де алдымен соған құятынмын. Әуелі балам ішсін». Сол сәтте жүрегім шымырлап кетті. Жасы 80-ге таяған ана әлі күнге дейін өзін емес, баласын ойлап отыр. Біраздан кейін асханаға ертіп бардым. Бірақ ол бір өзім нанды ғана алып, қайтадан терезе алдына келіп отырды. Мен оның жанынан кетпедім. Bir кезде жай ғана сұрадым. «Апа, ұлымыз қайда тұрады?» Әжей көзін қақпадан алмай, «Жақын жерде. Бүгін міндетті түрде келеді. Кеше түсіме кірді. Түсімде анашым күтіміз», деді. Оның үні сондай сенімдеді. Сенгің келеді. Бірақ қызметкерлердің жүзінен басқа шындықты сезіп тұрдым. Кешке қарай қақпа тағы бір ашылды. Әжей орнынан атып тұрды. Жүзіне үміт ұялады. Бірақ кірген адамның қолында азық-түлік көтерген курьер екенін көргенде, өғы салбырап қайта отырды. Сол сәтте оның көзінен бір тамшы жас сырғып түсті. Ол жасын ешкімге көрсетпеуге тырысты. Жаулығының шетімен тез сүртіп алды. Мен өзімді әрең ұстап отырдым. Бұл ана кімді сонша күтіп отыр? Неге күнде осылай күтеді? Ұлы қайда? Неге келмейді? Осы сұрақтар маза бермеді. Сол кеште қарттар үйінен шығарда, мен кезекші қызметкерден, «Әлгі ақ жаулықты апа жайлы айтып бересіз бе?» деп сұрадым. Қызметкер ауыр күрсініп, маған бір сәт үнсіз қарады. Сосын жай ғана, «Естісеңіз, жүрегіңіз ауырады. Ол анасын емес, анасы ұлын 7 жылдан бері күтіп отыр». Осы сөзден кейін менің денемнен тоқ өткендей болды. Сол түні мен ұйықтай алмадым. Қарттар үйіндегі әлгі ананың мұңға толы жанары көз алдымнан кетпей қойды. Оның әр есігі ашылған сайын, орнынан тұрып, қайтадан үміті үзілгендегі жүзі. Бәрі жүрегімді ауыртты. 7 жыл. Бұл сөз құлағымда қайта-қайта жаңғырып тұрды. Адам бір күн күтеді, бір ай күтеді, бір жыл күтеді. Ал 7 жыл бойы күн сайын бір адамды күту деген не? Ертеміне жұмысымды бітіре сала, қайтадан қарттар үйіне бардым. Мені көрген қызметкерлер, «Тағы да сол апаға келдіңіз бе?» деп жымиды. Мен басымды изедім. Іштей өзінде неге сонша алаңдап жүргенімді түсінбеймін. Әлгі ана дәл кеше отырған орнында тағы отыр екен. Қолында кішкентай тәспісі бар. Ерні жыбырлап дұға оқып отыр. Мені көргенде жылы жымиып, «Келдің бе қызым?» деді. «Иә апа, халіңіз қалай?» «Аллаға шүкір. Бүгін келетін сияқты». Тағы да сол сөз, «Бүгін келеді». Мен үндемедім. Бірге аулаға шықтық. Күзгі жел сарғайған жапырақтарды ұшырып барады. Әжей орындыққа жайлап отырып, «Күзді жақсы көремін. Балам кішкентай кезінде жапырақ жинап келетін. Анашым, мынауы алтын ғой деп қалтасына толтырып алатын», деп күліп жіберді.
Күлгенімен көзінің түбінде мұң тұрды. «Жалғыз ұлымыз ба?» деп сұрадым. Ол басын изеді. «Иә, жалғызым. Алла маған бір ғана бала берді. Бірақ сол бір балан менің бүкіл өмірім болды». Ол алысты көзбен шолып отырып әңгімесін жалғастырды. Әкесі ол 5 жасында қайтыс болды. Сол күннен бастап мен әрі әке, әрі ана болдым. Дауысы дірілдей бастады. Таңғы 4-те тұрып, нан зауытына жұмысқа баратынмын. Кешке мектепті жуатынмын. Кейде үйге түн ортасында әрең жететінмін. Мен үнсіз тыңдап отырдым. Бірақ ешқашан балама білдірмедім. Ол басқа балалардан кем болмасын дедім. Әжей күйімсіреп қойды. Бір күні мектептен келіп, «Анашым, бәрінде жаңа аяқ киім бар», деді. Менде ақша жоқ еді. Сол түні көрші ауылға дейін жаяу барып, бір үйдің кірін жуып бердім. Таңертең алған ақшама балама аяқ киім сатып әкелдім. Ол қуанып құшақтағанда, барлық шаршағаным ұмытылып кететін. Менің де көзіме еріксіз жас келді. «Осындай ананы қалай ұмытуға болады?» Әжей сөзін жалғастырды. «Балам өте ақылды болды. Мектепті үздік бітірді. Университетке түсті. Сол күні мен өзімді дүниедегі ең бақытты ана сезіндім. Ол көк аспанға ұзақ қарап қалды. Сол кезде біреу, бір күні осы балаң сені қарттар үйіне әкеліп тастайды десе, ешқашан сенбес едім». Осы сөзді айтқанда, оның дауысы алғаш рет сынып кетті. Көзінен тағы бір тамшы жас ақырын сырғып түсті. Мен не айтарымды білмедім. Дәл сол сәтте қарттар үйінің директоры бізге қарай келе жатты. Ол мені шетке шақырып алды, дауысын бәсеңдетіп. «Сен бұл ананың өмірінің ең ауыр жерін әлі естіген жоқсың. Ол бұл жерге өз аяғымен келген жоқ. Оны туған ұлы өзі әкеліп тастаған». Менің жүрегім зу ете қалды. Бірақ ең ауыры ол емес. Мен директордың жүзіне тамырқай қарадым. Ол ауыр күрсініп, ұлы кетерінде анасына бір ғана сөз айтыпты. Сол сөзді апа 7 жылдан бері ұмыта алмай жүр. Директордың жүзі күрт өзгеріп кетті. Ол жан жағына бір қарап алды да, ақыры мына сөзін жалғастырды. Сол күн әлі күнге дейін көз алдынан кетпейді. 7 жыл бұрын еді. Күздің дәл осындай салқын күні болатын. Түске таман қымбат көлік келіп тоқтады. Көліктен 40 шамасындағы ер адам түсті. Қасында осы апа отырды. Әдемі киінген, үстінде жаңа пальто. Қолында кішкентай сөмкесі ғана бар. Біз оларды көргенде, жай ғана құжат рәсімдеуге келген шығар деп ойладық. Ешкім мұндай жағдай болады деп күтпеді. Директор бір сәт үнсіз қалды. Мен оның әңгімесін бөлмедім. Ұлы анасының қолынан ұстап ішке кірді. Өте сыпайы сөйлеп тұрды. «Анам біраз уақыт осында демалып тұрсын», деді. Апа да күлімдеп, «Иә қызым, баламның жұмысы көбейіп кетті. Мен осында аздап тынығып алайын деп келдім» деген еді. Ол кезде ештеңеден күмәнданбаған. Менің жүрегім біртүрлі болып кетті. «Сосын не болды?» деп сұрадым. Директор ауыр күрсінді. Құжаттарға қол қойып болған соң, ұлы анасына бұрылды. «Анашым, мен қазір келемін. Бір жұмысты бітіріп алайын. Көп күтпеңіз». Апа күліп, «Жарайды балам, асықпа, аман барып кел» деген. Ұлы анасының маңдайынан сүйді. Сосын сыртқа шығып кетті. Содан бері қайтып келген жоқ. Кеудем қысылып кетті. Сонда апа сол күнде күткенде, кешке дейін күтті. Кеш батып кетті. Әр көлік тоқтаған сайын орнынан тұрып, керезеге жүгіретін. «Міне, балам келді» дейтін. Бірақ келген адам басқа біреулер болатын. Түнгі 11-ге дейін ұйықтаған жоқ. Балам жолда қалып қойған шығар деп алаңдады. Ертеңіне де күтті. Бір апта күтті. Бір ай күтті. Сосын жылдар өте берді. Мен еріксіз көзімді сүрттім. Директор сөзін жалғастырды. «Біз талай рет ұлына хабарластық. Алғашында телефонын көтермейтін. Кейін нөмірін ауыстырып жіберді. Туыстарын іздедік. Ешкім нақты мекен-жайын айтпады. Бәрі білмейміз деп құтылатын. Апаға ештеңе білдірмеуге тырыстық. Бірақ ананың жүрегі бәрін сезеді ғой». Бір күні апа менің кабинетіме кіріп келді. Өте жай дауыспен. «Қызым, балам енді келмейтін шығар, иә?» деді. Мен не деп жауап берерімді білмедім. Үндемей қалдым.
Сонда апа көз жасын әрең ұстап: «Жоқ, мен сенбеймін. Менің балам ондай емес. Бір нәрсе болған шығар. Әйтпесе мені тастамайды», деді. Сол сөзді айтқанда, ол өзінің баласын бізден гөрі көбірек қорғап тұрғандай еді. Менің көз алдыма дәл сол сәтте апаның бүгінгі жүзіндегі үміт елестеді. 7 жылдан бері сол үміт сөнбеген. Бір кезде директор шкафтан ескі қоңыр түсті дәптерді алып шықты. «Мұны көрдің бе?» Мен басымды шайқадым. Бұл апаның күнделігі. 7 жыл бойы күн сайын бір ғана адам туралы жазып келеді. Мен дәптерді ақырын аштым. Бірінші бетінде бір ғана сөйлем жазылып тұр екен. Бүгін де балам келген жоқ. Бірақ ертең міндетті түрде келеді. Осы жолдарды оқығанда тамағыма өксік тығылды. Ал келесі бетте мен күтпеген бір сыр жазылып тұрған еді. Қолымдағы қоңыр күнделіктің парақтарын ақырын аша бастадым. Беттері әбден сарғайып кеткен, бұрыштары мыжылған. Кей жерлеріне көз жасының тамшысы тамып, сиясы жайылып қалыпты. Бұл жай ғана дәптер емес еді. Бұл 7 жыл бойы үнсіз жылаған ананың жүрегі болатын. Алғашқы бетінде: «Бүгін балам келген жоқ, бірақ уайымдамаймын, жұмысы көп шығар», деп жазылыпты. Келесі бетінде: «Бүгін жаңбыр жауды, баламның үсті су болып қалмас екен». Мен бір сәт көзімді жұмдым. Өзін қарттар үйінде жалғыз қалдырған адам үшін уайымдап отырған ана. Бұдан асқан мейірім бар ма екен? Дәптердің келесі бетін аштым. «Бүгін туған күні шығар, телефон соғайын дедім, бірақ мазасын алмайын деп қоя салдым». Тағы бір бет. Түсімде кішкентай кезін көрдім. «Анашым, қолымнан ұсташы» деп жүгіріп келді. Мен енді оқи алмадым. Көзім бұлдырап кетті. Директор да үнсіз тұр. «Осы күнделікті күнде жаза ма?» деп әрең сұрадым. «Е, бір күнде қалдырған емес. Кеш қашан реніш жазған жоқ па?» Директор басын шайқады. «Бірде-бір рет». «Бірде-бір рет бе?» «Жоқ, ол ұлын бір ауыз жаман сөзбен атамады, кек ақтап отырды. Жұмысы ауыр шығар, ауырып қалған шығар. Мүмкін телефон нөмірімді жоғалтып алған шығар. Бәлкім бір күні есікті ашып кіріп келер». 7 жыл бойы үмітін өлтірмеген. Сол кезде есік жайлап ашылды. Ішке әлгі апа кірді. Қолында кішкентай ғана көк түсті дорба бар екен. «Қызым, мынау жаңа піскен бауырсақ. Бірге шай ішейік». Дауысы сондай мейірінді, тура өз анам сөйлеп тұрғандай. Мен көз жасымды білдірмеуге тырысып күлімсіреп: «Рахмет апа». Ол дорбасын жайлап ашты. Бауырсақтың иісі бүкіл бөлмені алып кетті. «Өзім пісірген жоқпын, қолым қалтырайды». Асханадағы қыздар көмектесті. Сосын үнсіз отырып қалды. Бір кезде жай ғана: «Қызым». «Иә апа, егер бүгін балам келіп қалса, мына бауырсақты жақсы көреді. Суық қалмай ма?» Мен не дерімді білмедім. «Жоқ апа, суымайды». Ол баладай қуанып кетті. «Солай ма?» «Иә, онда жақсы екен». Осы сөзден кейін ол бауырсақтың арасынан ең әдемісін таңдап алып, бөлек ыдысқа салып қойды. «Мынау балама». Менің жүрегім езіліп бара жатты. 7 жыл. 7 жыл бойы анасы баласына арнап дәм сақтап келеді. Кешке қарай апаны бөлмесіне шығарып салдым. Бөлмесі өте қарапайым екен. Ескі төсек, кішкентай шкаф, терезе, басқа ештеңе жоқ. Бірақ көзім бір нәрсеге түсті. Төсегінің дәл жанында кішкентай ағаш сандық тұр екен. Апаның оны сипап отырғанын байқадым. «Апа, оның ішінде не бар?» Әжей сандыққа ұзақ қарап қалды. Сосын көзіне жас алып: «Бұны баламнан басқа ешкімге көрсетпеймін деп жүр едім». Аз үнсіздіктен кейін: «Бірақ сен көрсең болады». Ол сандықтың қақпағын жайлап ашты. Мен ішіне қараған сәтте жүрегім тоқтап қала жаздады. Апа кішкентай ағаш сандықтың қақпағын жайлап ашты. Қақпағы сықырлап барып көтерілді. Сандықтың іші өте ұқыпты жиналған екен. Әр зат ақ матамен оралып, ерекше күтіммен сақталыпты. Бұл қарапайым заттар емес екенін бірден сездім. Әжей қолын дірілдетіп, ең үстіндегі ақ орамалды алды. Орамалды жайлап ашқанда, ішінен кішкентай көк түсті тоқыма бас киім шықты. Жеме туған сәбиге арналған екен. Апа оны алақанына салып ұзақ қарады. Көзінен тағы да жас сырғып кетті. «Осыны өз қолыммен тоқыдым. Балан дүниеге келгенде кигізген едім.
Ол бас киімді еркелеткендей сипап отыр. Дүкеннен алуға ақшам болмаған. 3 түн ұйықтамай тоқыдым. Мен үнсіз тыңдап отырдым. Киіп алған күні сондай әдемі болған. Көзін тоймай қарап едім. Оның жүзінде мұм аралас күлкі пайда болды. Келесі матаны ашты. Ішінен ескі ойыншық машина шықты. Бір дөңгелегі жоқ, бояуы өшіп кеткен. Бұны 5 жасында алып бергеннін. Балам күнде құшағына қысып ұйықтайтын. Сынып қалғанда да лақтырмады. Анашым, бұл менің ең жақсы көлігім дейтін. Әжей ойыншықты кеудесіне басты. Мен көзімді төмен салдым. Тамағыма өксік тығылып бара жатты. Келесі зат, кішкентай ақ жейде. Жағасында көк жіппен Әли деп кестеленіпті. Өзін тіктім. Мектепке алғаш барған күні осыны киген. Қуаныштан түнімен ұйықтай алмаған еді. Анашым, мен енді үлкен болдым ба деп қайта-қайта сұрай берген. Мен еріксіз күліп жібердім. Бірақ сол күлкінің артында үлкен қайғы тұрған сезіп отырдым. Әжей сандықтың түбінен ескі конверт шығарды. Мынаны оқышы қызым. Конверттің ішінде сарғайған қағаз жатыр. Бұл кішкентай баланың жазуы екен. Әріптері қисық, әрең оқылады. Даусым дірілдеп оқи бастадым. Анашым, мен өскенде көп ақша табамын. Сізді ешқашан жылатпаймын. Үлкен үй алып беремін. Екеуміз бірге тұрамыз. Сізді ешкімге ренжітпеймін. Мен сізді қатты жақсы көремін. Төменгі жағына. Сіздің ұлыңыз Әли деп жазылыпты. Даусым шықпай қалды. Әжей күлімсіреп. 2-ші сыныпта жазған. Мұғалімі анаңа хат жазыңдар деген екен. Содан бері сақтап келемін. Мен қағазды ақырын бүктеп орнына салдым. Сол кезде көзім сандықтың ең түбіндегі кішкентай қызыл барқыт қорапшаға түсті. Апа, бұл не? Әжей бірден үнсіз қалды. Қорапшаны қолына алды. Ұзақ уақыт ашпай отырды. Сосын терең күрсінді. Мұны ешкім көрген емес. Баяу ғана қақпағын ашты. Ішінде жұп алтын сырға және жұқа алтын сақина жатыр екен. Мен таңырқап қарап қалдым. Бұлар сіздікі ме? Әжей басын изеді. Иә. Неге тақпайсыз? Ол көз жасын сүртіп. Балам үй аламын дегенде, анашым, ақша жетпей жатыр деген. Мен осы әшекейлерімді сатып, ақшасын бердім. Сонда бұлар? Жоқ қызым, бұл түпнұсқасы емес. Кейін өзі көшірмесін жасап әкеліп, анашым, кейін жаңасын алып берем деген. Содан бері мен сол кейінді күтіп жүрмін. Осы сөзді естігенде, жүрегімнің бір бөлігі үзіліп кеткендей болды. Ал дәл сол сәтте дәлізден бір қызметкер жүгіріп кірді. Даусы дірілдеп. Апа, сізді бір ер адам іздеп келді. Әжейдің қолындағы қорап жерге түсіп кетті. Көздері жарқ ете қалды. Балам, келді ме? Жалғасы 6-шы бөлімде. Әжейдің қолындағы кішкентай қызыл қорап жерге түсіп өтті. Қақпағы ашылып, ішіндегі сырға мен сақина еденге шашылып қалды. Бірақ ол ешқайсына қарамады. Көздері бірден есікке қадалды. Ерні дірілдеп. Балам, келді ме? Деді. Даусында сондай бір үміт бар еді. 7 жыл бойы өшпеген үміт. Қызметкер не дерін білмей абдырақ қалды. Апа, мен нақты білмеймін. Бір ер адам сізді сұрап тұр. Әжей орнынан атып тұрмақ болды, бірақ әлсіз аяға көтермеді. Мен жүгіріп барып қолтығынан демедім. Ол менің қолымды қысып ұстап. Қызым, мені тезірек апаршы. Балам күтіп қалмасын. Осы сөзді естігенде көзіме жас келді. Екеуміз дәлізге қарай баяу жүрдік. Әжей әр қадамын асығып басқысы келеді. Бірақ денесі тыңдамайды. Жүрегі баласына қарай жүгіріп бара жатқандай. Дәліздің соңына жеткенде есіктің алдында 45 шамасындағы ер адам тұр екен. Қолында бір бұма құжат, үстінде қара күрте. Бізді көргенде сәл еңкейіп, «Сәлеметсіз бе?» деді. Әжей бірден тоқтап қалды. Оның жүзіне ұзақ қарады. Бірнеше секунд үнсіз тұрды. Сосын жымиып барып басын шайқады. Жоқ, бұл менің балам емес. Осы сөзді айтқанда дауысы сондай баяу шықты. Бірақ сол баяу сөздің өзінде 7 жылдың зары жатты. Әжей артына бұрылып кетті. Бір ауызда реніш айтпады. Тек, кешіріңіз, мен басқа адам екен деп қалыппын, деді. Бейтаныс ер адам абдырақ қалды. Апа, мен нотариустан келдім.
бір тұрғынның құжаттарын әкелгенмін. Әжей үндеместен бөлмесіне қарай жүріп кетті. Оның жаңа ғана жанған үміті бір сәтте қайта сөнді. Мен артынан үнсіз ердім. Бөлмесіне кірген соң, ол терезенің алдына барып отырды. Сыртқа ұзақ қарап қалды. Бір кезде жай ғана: «Қызым». «Иә, апа». «Мен ақымақ шығармын». «Неге олай дейсіз?» Ол күлімсірегендей болды. «Әр келген адамнан баланы іздеймін. Кейде өзімді ұяламын, бірақ жүрекке әмір жүрмейді екен». Мен оның қасына отырып қолымнан ұстадым. Қолым мұздай екен. «Апа, ренжімеңіз». Ол басын шайқады. «Мен ренжіген жоқпын. Мен тек оның аман екенін көрсем болды. Құшақтасам болды. Анашым деген бір ауыз сөзін естісем болды. Содан кейін Алла жанымды алса да өкінбеймін». Бөлмеде үнсіздік орнады. Сыртта жаңбыр қайта себелей бастады. Керезеге тамған жаңбыр тамшылары дәл көз жасындай сырғып жатты. Кешке қарай дәрігер апаны тексеруге келді. Қан қысымын өлшеді, жүрегін тыңдады. Сосын мені дәлізге шақырып алды. Дауысы алаңдаулы еді. Бұл кісінің жүрегі өте әлсіреп кеткен. «Қауіпті ме?» «Иә. Егер қатты күйзелсе, көтере алмауым мүмкін». Менің бойымды үрей биледі. Дәрігер тағы бір ауыр сөз айтты. «Егер ұлы болса, енді кешіктірмей шақырған дұрыс». Мен үнсіз қалдым. Өйткені біз оның қайда екенін мүлде білмейтін едік. Бірақ дәл сол түні қарттар үйінің ескі телефоны шырылдап қоя берді. Кезекші әйел тұтқаны көтерді. Бірнеше секунд үнсіз тыңдап тұрды. Кенет оның жүзі өзгеріп кетті. Ол маған қарап: «Бұл апаның ұлы екенін айтып тұр». Менің жүрегім дүрсілдеп қоя берді. Қарттар үйінің дәлізінде тұрған ескі телефонның шырылы түнгі тыныштықты бұзып жіберді. Кезекші әйел тұтқаны көтерді. «Алло?» Бірнеше секунд үнсіз тыңдап тұрды. Кенет маған қарап көзі бақырайып кетті. Бұл апаның ұлы екенін айтып тұр». Жүрегім тарс-тұрс соғып кетті. Телефонды өзім алдым. «Тыңдап тұрмын». Тұтқаның ар жағынан ер адамның қарлығыңқы дауысы естілді. «Мен осы қарттар үйінде Зейнеп Қасымқызы тұра ма?» «Иә, тұрады». Арғы жақ үнсіз қалды. Тек ауыр тынысы ғана естіледі. Бір кезде: «Анам аман ба?» деді. Мен таң қалдым. 7 жыл бойы бір рет хабарласпаған адам дәл қазір аман ба деп сұрап тұр. «Аман, бірақ денсаулығы жақсы емес». Тағы үнсіздік. «Мен...» «Айтыңыз». «Мен ертең келемін». Осы 4 сөзді айту оған өте ауыр болғандай еді. «Апаңыз сізді 7 жылдан бері күтіп жүр». Арғы жақтан өксікке ұқсас дыбыс шықты. «Білемін. Егер шынымен келемін десеңіз, кешікпеңіз». Дәрігерлер көп уақыты қалмағанын айтып отыр. Ол жақтағы үнсіз қалды. Сосын ақырын ғана: «Мен міндетті түрде барамын». Телефон үзіліп кетті. Түні бойы көз іле алмадым. Ертең шынымен келе ме? Әлде бұл тағы бір жалған үміт пе? Таң атты. Апа әдеттегідей ерте ояныпты. Бөлмесіне кірсем, ақ жаулығын ауыстырып, ең әдемі көйлегін киіп отыр екен. «Қызым». «Иә, апа». «Бүгін ішім бір түрлі. Жүрегім алып ұшып тұр. Бүгін балам келеді-ау деймін». Мен не айтарымды білмедім. Телефон жайлы айтқым келді, бірақ тағы да келмей қалса. Ана жүрегі тағы бір рет сынып кетер еді. Сондықтан үндемедім. Тек күлімсіреп: «Иншалла, апа. Мен де солай сезіп отырмын». Таңғы астан кейін апа айна алдына отырды. Шашының ақ талдарын тарады. Жаулығын қайта байлады. Бір кезде менен сұрады: «Қызым, мен әдемімін бе?» Осы сұрақтан кейін көзіме жас келді. 80-ге келген ана 7 жылдан кейін ұлының алдында ұқыпты көрінгісі келеді. «Өте әдемісіз, апа». Ол баладай қуанып кетті. Балам мені қартайып кетіпті демесе болды. Сосын шкафты ашып кішкентай қалта шығарды. Ішінен ақша емес, бір уыс кәмпит шықты. «Бұларды неге сақтап жүрсіз?» Балам кішкентайынан корова кәмпитін жақсы көретін. «Келсе, берем». 7 жыл бойы кәмпит сатып алып жүрген екен. Әр жолы ескіргенін тастап, жаңасын алып қояды. «Балам келсе» деп. Түс болды. Қақпа ашылған сайын апа орнынан тұрады. Бірақ келгендер басқа адамдар.
Сағат 3 болды, 4 болды, 5 болды. Ұлы жоқ. Апа терезеге қарап отыр. Бір кезде маған бұрылып: «Қызым, мүмкін бүгінде жұмысы шығып қалған шығар. Мен ертең де күте аламын». Осы сөзді естігенде жүрегім езілді. Ол баласын ақтаудан әлі де танбаған. Күн еңкейіп бара жатқан. Кенет қарттар үйінің алдына қара түсті көлік келіп тоқтады. Бәріміздің назарымыз сол жаққа ауды. Көліктің есігі баяу ашылды. Ішінен қырықтардың ортасындағы ер адам түсті. Шашына ақ кірген, жүзі әбден жүдеп кеткен. Ол көлікке сүйеніп біраз тұрды. Қарттар үйінің маңдайшасына ұзақ қарады. Сосын дірілдеген аяқпен есікке қарай жүре бастады. Қара көлік қарттар үйінің алдына тоқтағанда, аулада отырғандардың бәрі еріксіз сол жаққа қарады. Есігі жайлап ашылды. Көліктен орта жастағы ер адам түсті. Үстіндегі қымбат пальтосы да, қолындағы сағаты да оның бір кезде жағдайы жақсы болғанын аңғартатын. Бірақ жүзі мүлде басқа еді. Бетіне терең әжім түскен. Шашының самайы аппақ. Көзінің астында ұйқысыз өткен түндердің ізі жатыр. Ол бірнеше секунд көліктің жанында үнсіз тұрды. Қарттар үйінің маңдайшасына ұзақ қарап қалды. Бір қадам жасауға батылы жетпей тұрғандай. Мен сыртқа шықтым. Ер адам маған жақындап келді. Дауысы қарлық кеткен. «Бұл жерде Зейнеп Қасымқызы тұра ма?» «Иә». Ол көзін жұмып, керең дем алды. «Мен оның ұлымын». Осы сөзді айту оған өміріндегі ең ауыр мойындау сияқты көрінді. Мен үнсіз ғана басымды изедім. «Анам мені кешіре ме екен?» Мен жауап бере алмадым. Ондай сұраққа ешкім жауап бере алмайтын еді. «Ол сізді 7 жылдан бері күтіп жүр». Ер адамның ерні дірілдеп кетті. Көзінен жас ыршып түсті. Мен күнде келем деп ойладым. Бірақ әр күн сайын өзімді ақтап жүрдім. «Мене болды?» Ол қабырғаға сүйеніп қалды. «Әйелім анаммен жиі ренжісетін. Бөлек тұрғызайық» деді. Мен келістім. Кейін жұмыстан айырылдым. Қарызға баттым. Үйімді саттым. Достарым теріс айналды. Әйелім балаларды алып кетіп қалды. Сол кезде анамның жүзі көз алдынан кетпейтін болды. Бірақ келуге ұялдым. Жыл өткен сайын ұятым көбейе берді. Ақыры 7 жыл өтіп кетіпті. Ол еңкейіп жылай бастады. «Мен өте кешігіп қалдым. Мен тек бір ғана сөз айттым». «Иә, кешіктіңіз. Бірақ анаңыз сізді әлі де күтіп отыр». Ол көз жасын сүртіп: «Мені оған алып барыңызшы». Біз дәлізбен үнсіз жүрдік. Әр қадам оған ауыр тиіп жатқандай. Ол бірде тоқтап, бірде қайта жүрді. Бөлменің есігіне жеткенде мүлде тоқтап қалды. Мен қорқып тұрмын. «Неден?» «Анам мені көргісі келмесе ше?» Мен есікті жайлап аштым. Апа әдеттегідей терезенің алдында отыр екен. Қолында тәспісі, көзі тағы да қақпа жаққа қадалған. «Апа?» Ол жайлап бұрылды. Алғашында ештеңе байқамағандай болды. Сосын көзі есік алдында тұрған ер адамға түсті. Бірнеше секунд бойы үнсіз қарады. Екеуі де қозғалған жоқ. Бөлме ішін өлі тыныштық басты. Ер адамның ерні әрең қимылдады. «Анашым, осы бір ғана сөз». 7 жылдық үнсіздікті бұзды. Әжей орнынан тұруға әрекет жасады. Бірақ әлсіз денесі көтермеді. Мен жүгіріп барып демедім. Ол қолында ақырын икеріп: «Жоқ, өзім», деді. Қалтырап болса да орнынан тұрды. Ұлы да оған қарай 2 қадам басты. Екеуінің арасы небәрі 2 метр ғана еді. Бірақ сол 2 метр 7 жылдың қашықтығындай сезілді. Ұлы тізерлеп отырып, анасының қолынан ұстап: «Анашым, кешіріңіз. Мен өте үлкен күнә жасадым», деп еңгілдеп жылап жіберді. Бөлмедегі ешкім көз жасын жасыра алмады. Ал анасы ұлының бетін 2 алақанымен сипап, өзі де жылап тұрып, өміріндегі ең ауыр, ең мейірімді сөзді айтты. «Балам, аш емессің бе?» Сол сәтте бөлмедегілердің бәрі еңіреп қоя берді. «Балам, аш емессің бе?» Осы сөзден кейін бөлмеде тұрғандардың ешқайсысы көз жасын ұстай алмады. 7 жыл. 7 жыл бойы жалғыздықтың азабын тартқан ана баласын көрген сәтте,
Неге мені тастап кеттің демеді. Неге келмедің деп те сұрамады. Ең бірінші ойлағаны баласының қарын еді. Ұлы анасының тізесіне басын қойып, кішкентай баладай еңіреп жылады. Анашым, мен адам емес екенмін. Мен сізге лайық ұл бола алмадым. Әжей оның шашынан сипады. Тура бала кезінде жұбатқандай. Жылама құлыным, жылама. Кешірімізше. Қой балам, болғаны болды. Жоқ, мені кешірмеңіз. Мен соған лайық емеспін. Ол сөзін жалғастыра алмай, тағы да өксіп жіберді. Мен үнсіз ғана есіктің жанында тұрдым. Бұл екеуінің арасында бөтен адамның сөзі артық еді. Бір кезде апа баяу ғана. Есіңде ме балам? Кішкентай кезінде сүрінік құлап, тізеңді жаралап алған едім. Ұлы басын изеді. Сен қатты жыладың. Сонда мен саған не дедім? Ұлы көз жасын сүртіп. Ауырып тұрған жерінде емес, орнынан тұрғаныңды ойла дегенсіз. Апа күлімсіреді. Міне, бүгін де солай. Өткенге емес, қалған өмірімізге қарайық. Ұлы анасының қолын сүйіп, үнсіз жылады. Біраз уақыттан кейін апа әлсіреп қалды. Мен су әкеліп бердім. Ұлы стақанды өзі ұстап. Анашым, ақырын деп суды ішкізді. Апа оған ұзақ қарап отырды. Сен әлі де менің кішкентай балам сияқтысың. Ұлы тағы еңкілдеп кетті. Мен сізге бір рет болса да келуім керек еді. Күнде келемін деп өзіңді алдадым. Бір күн бір аптаға, бір апта бір жылға айналды. Неге келмедің балам? Бұл сұрақты апа өте жай ғана қойды. Айыптау жоқ, ашу жоқ, тек аналық сағыныш. Ұлы көзін төмен түсірді. Ұялдым. Алғашында ертең барам дедім. Кейін уақыт өте берді. Сізге қарауға бетім болмады. Ал мен күнде есікке қарап отырдым. Ұлы екі қолмен бетін басты. Білемін, мені кешіріңіз. Апа оның қолын ақырын түсірді. Мен сені баяғыда-ақ кешіргенмін. Қашан? Сен кеткен күні. Ұлы таңырқап қалды. Неге? Апа көзіне жас алып күлімсіреді. Өйткені ана жүрегі баласына реніш сақтай алмайды. Бөлмеде қайтадан үнсіздік орнады. Сыртта күнде батып бара жатты. Терезеден түскен алтын сәуле ана мен баланың жүзін жарық қылттырды. Сол сәтте апа есіне бір нәрсе түскендей орнынан қозғалды. Тоқтай тұр. Ол төсегінің жанындағы шкафты ашты. Ішінен кішкентай пластик ыдысты алып шықты. Қақпағын ашқанда ішінен бірнеше корова кәмпиті көрінді. Апа күлімсіреп. Мұнаны саған сақтап қойғанмын. Келсең берем деп. Ұлы кәмпитті қолына алды. Қолдары дірілдеп тұр. Анашым, бұлар қашаннан береке? Тұр. 7 жыл бойы. Ескірген сайын жаңасын сатып қоятынмын. Балан бүгін келер деп. Ұлы сол кәмпитті кеудесіне қысып алып, балаша жылап жіберді. Дәл сол кезде дәрігер бөлмеге кірді. Ол апаны қарап шықты. Жүзі күрт өзгеріп кетті. Сосын ұлын дәлізге шақырып алып, маған сізбен маңызды сөйлесу керек, деді. Ұлының жүзі бірден бозарып кетті. Дәрігер ұлын дәлізге шақырып алды. Мен де сыртқа шықтым. Ұлының жүзі әп-сәтте қуарып кеткен еді. Ол дәрігердің көзіне тіке қарай алмай тұрды. Дәрігер біраз үнсіз қалды. Сосын ауыр күрсініп, сізді қорқытқым келмейді. Бірақ шындықты білуіміз керек. Ұлының жүрегі тарсылдап тұрғандай көрінді. Анан, қатты ауырып па? Өкінішке қарай. Жасы да үлкен, жүрегі өте әлсіреген. Соңғы бірнеше айда ағзасы қатты қажыған. Оған ең көп күш берген нәрсе үміт еді. Қандай үміт? Сізді көру үміті. Ұлы басын төмен түсірді. Көзінен жас еденге тамшылай бастады. Дәрігер сөзін жалғастырды. Біз қанша емдесек те, ол күнде бір ғана сөзді қайталайтын. Балан келсе болды. Сосын бәрі жақсы болады. Бүгін сізді көргеннен кейін, оның ең үлкен арманы орындалды. Бірақ ұлы дәрігердің сөзін бөліп жіберді. Жоқ, жоқ, олай демеңізші. Дәрігер иығына қолын қойды. Қалған уақытты бос өткізбеңіз, әр минуттың қадірін біліңіз. Ұлы қайтадан анасының бөлмесіне кірді. Апа терезеден күннің батып бара жатқанын қарап отыр екен. Ұлы үнсіз барып анасының жанына отырды. Екеуі де біраз уақыт ештеңе айтпады.
Сырттағы үнсіздік олардың жүрегіндегі үнсіздікпен араласып кеткендей еді. Бір кезде апа жай ғана: «Балам». «Иә, анашым. Үйің қалай?» Ұлы көзін төмен түсірді. «Үйім жоқ». Апа таңырқап барады. «Жоқ па?» «Жоқ. Бәрінен айырылдым. Жұмысымнан айырылдым. Достарымнан айырылдым. Отбасымнан айырылдым. Тіпті өзімді де жоғалтып алдым. Тек сізден ғана айырылмауым керек еді. Осыны кеш түсіндім». Апа оның қолын ақырын қысты. «Балам, адам дүниеден емес, адамдықтан айырылмасын». Ұлы үнсіз жылады. Бір кезде апа күлімсіреп: «Есінде ме?» «Не, анашым? Бала күнінде ауырып қалғанда, мен сені арқалап ауруханаға апаратынмын. Сен мен ауырмын деп жылайтынсың. Ал мен ауырмаймын. Сен жазылсаң болды дейтінмін». Ұлы басын анасының тізесіне қойды. «Ал бүгін ауырған сізсіз. Ал мен ештеңе істей алмай отырмын». Апа оның шашынан сипады. «Жоқ, балам. Сен бүгін мені жаздың». «Қалай?» «Жүрегіңді». Осы сөзден кейін ұлы өзін ұстай алмай, қайта еңіреп жіберді. Кешке қарай ол анасының төсегінің жанында отырып қалды. Ешқайда кеткен жоқ. Телефонын өшірді. Ешкіммен сөйлеспеді. Тек анасының қолын ұстап отырды. Бір кезде апа жай ғана: «Балам, иә, ертең мені үйге алып кетесің бе?» Ұлы көз жасын сүртіп: «Иә, анашым, ертең үйге қайтамыз». Апа баладай қуанып кетті. «Өз үйіме ме?» «Иә, өз үйімізге». Ол көзін жұмып күлімсіреді. «Онда мен бүгін өте бақыттымын». Бірақ дәл сол түні, түнгі сағат 3 шамасында, қарттар үйінің дәлізінде дабыл белгісі қатты шырылдап қоя берді. Дәрігерлер жанұшыра апаның бөлмесіне қарай жүгірді. Түнгі сағат 3-ке таяп қалған еді. Қарттар үйінің дәлізіндегі тыныштықты кенеттен дабылдың ащы үні бұзып жіберді. «Тезірек, 12-ші бөлме». Дәрігерлер мен медбигелер жанұшыра жүгіріп өтті. Ұлы да орнынан атып тұрып, анасының бөлмесіне қарай ұмтылды. Есікті ашқанда көрген көрініс жүрегін тіліп өтті. Анасы кеудесін ұстап, әрең дем алып жатыр екен. Дәрігер қан қысымын өлшеп, дәрілерін дайындап әлек. Ұлы анасының қасына тізерлеп отырды. «Анашым, мен келдім. Мен осындамын». Әжей көзін әрең ашты. Ұлын көргенде жүзіне әлсіл күлкі үйірілді. «Кетіп қалмадың ба?» Ұлы жылап жіберді. «Жоқ, анашым, енді ешқайда кетпеймін. Енді сізді жалғыз қалдырмаймын». Апа оның қолын ақырын қысып: «Осы сөзіңді 7 жыл бұрын естігенімде ғой». Ұлы басын төмен түсіріп, үнсіз жылады. Өкініштің оты ішіне өртеп бара жатты. Бір кезде дәрігер: «1-2 минутқа жалғыз қалдырайық. Апа сізге бір нәрсе айтқысы келетін сияқты», деді. Бәріміз сыртқа шықтық. Есікті жайлап жауып қойдық. Бөлмеде тек ана мен бала ғана қалды. Ұлы анасының жанына жақындап отырды. «Анашым, айтыңыз, не қалайсыз?» Әжей біраз үнсіз жатты. Сосын әлсіз дауыспен: «Балам, мен саған ешқашан ренжіген емеспін». Ұлы көз жасын тыя алмады. «Бірақ мен өзімді ешқашан кешірмеймін». «Жоқ, өзіңді жазалама. Адам қателеседі. Бірақ қателігін түсініп түзелсе, Алла да кешіреді». Ұлы анасының қолын сүйді. «Мен енді бәрін өзгертемін. Біз бірге тұрамыз. Сізді емдетемін. Бармаған жерімізге бірге барамыз». Апа жай ғана басын шайқады. Ол бәрін түсініп тұрғандай еді. Сосын жастығының астына қолын созды. Кішкентай ақ матаға түйілген бір затты алып шықты. «Мынаны ал». Ұлы түйіншекті ашты. Ішінде өзі бала кезінде тағып жүрген кішкентай күміс тұмар екен. «Сен 5 жасқа толғанда мойныңа тағып едім, көз тимесін деп. Кейін шешіп алып сақтап қойдым. Бір күні өз қолыма қайта ұстатарсың деп күттім». Ұлы тұмарды кеудесіне басты. «Анашым». Апа көзін жұмып біраз жатты. Сосын қайта ашып: «Менен бір уәде алшы. Айтыңыз, не десеңіз де орындаймын. Ешқашан балаларыңды менен айырма.
Қандай қиындық болса да, олар сені тірідей жоқтамасын. Немерелерім анасының мейірімін де, әкесінің мейірімін де көріп өссін. Ұлы көз жасына булығып: «Уәде беремін, анашым, ант етемін». Әжей әлсіз ғана жымиды. Енді жүрегім тынышталды. Сыртта таңның алғашқы шапағы көріне бастады. Терезеден бозғылт жарық бөлмеге төгілді. Апа сол жарыққа ұзақ қарап жатты. Ерні баяу қимылдады. Аллаға шүкір, баламды көрдім. Осы кезде жүрек мониторындағы дыбыс біртүрлі баяулай бастады. Дәрігерлер бөлмеге қарай жүгірді. Жүрек мониторындағы дыбыс баяулай бастады. Дәрігерлер бөлмеге жүгіріп кірді. Оттегін әкеліңдер, қан қысымы түсіп барады. Ұлы анасының қолын қыса ұстап, жанынан бір елде алыстамады. Анашым, мені тастап кетпеңізші. Біз әлі бірге үйге барамыз ғой. Сіз өзіңіз айттыңыз ғой. Апа көзін әрең ашты. Ұлына ұзақ қарады. Сол көзқараста өкініш те жоқ еді, реніш те жоқ еді. Тек шексіз мейірім ғана бар болатын. Ол қалтырап тұрған қолын көтеріп, ұлының бетін сипады. Тура кішкентай кезінде еркелеткендей. Жылама, балам. Даусы өте әлсіз шықты. Ұлы оның қолын сүйіп: «Мен сізді енді ешқашан жалғыз қалдырмаймын» деп еңіреп жіберді. Апа ақырын ғана басын шайқады. «Мен енді жалғыз емеспін. Сен келдің ғой». Осы сөзден кейін бөлмедегілердің бәрі көз жасын тыя алмады. Бірнеше минут үнсіз өтті. Сыртта таң атып келе жатты. Терезеден күннің алғашқы шапағы бөлмеге түсті. Апа әлсіз жымиып: «Қарашы, таң атты». Ұлы терезеге қарады. «Е, анашым, сен кішкентай кезінде таңды жақсы көретін едің. Күн шықса, бәрі жақсы болады дейтінсің». Ұлы үнсіз жылады. «Бүгін де бәрі жақсы болады». Апа осы сөзді айтып, көзін жұмды. Бірнеше секундтан кейін жүрек мониторынан ұзақ, үздіксіз дыбыс естілді. Дәрігерлер бар күшін салды, бірақ табиғаттың заңын ешкім өзгерте алмады. Дәрігер ақырын ғана ұлының иығына қолын қойып: «Көңіліңізге қайғырып көңіл айтамын» деді. Ұлы анасының қолын жібермеді. Ұзақ уақыт бойы кек үнсіз жылады. Жаназа өткен соң ұлы қарттар үйіне тағы келді. Бұл жолы қолында үлкен қорап бар еді. Қызметкерлер таңырқап қарады. Ол қораптың ішінен анасының баяғы ағаш сандығын шығарды. «Мұнаны өзіммен бірге алып кетемін. Бұл менің ең қымбат қазасынам». Сандықтың ішіндегі әрбір затты қайтадан қолын алды. Көк бас киім, ескі ойыншық машина, мектеп жейдесі, бала күнде жазған хаты. Соңында анасының күнделігін ашты. Соңғы бетіне көзі түсті. Ол бетті бұрын ешкім оқымаған екен. Ұсақ әріптермен былай деп жазылыпты: «Егер бір күні осы дәттерді балам оқып отырса: балам, мен сені кешірдім. Өзіңді кінәлап өмір сүрме. Мен сені өмір бойы жақсы көрдім. Егер қолымнан келсе, қарттар үйіндегі басқа аналарды да анда-санда барып көр. Өйткені олардың да бір есікке қарап отырған балалары бар». Ұлы күнделікті кеудесіне қысып алып ұзақ жылады. Сол күннен кейін оның өмірі түбегейлі өзгерді. Әр сенбі сайын қарттар үйіне келетін болды. Бір ананың шашын тарап береді, бір қарияға кітап оқып береді, біреуіне дәрі-дәрмек әкеледі. Ең бастысы, әр кірген сайын барлық аналарға: «Апа, амансыз ба?» деп құшақ жая кіретін болды. Бір күні қызметкерлердің бірі: «Неге мұны істеп жүрсіз?» деп сұрады. Ұлы көз жасын жасыра алмай: «Өйткені өз анама бер алмаған уақытымды басқа амалардың жүрегін жылтумен өтеуге тырысып жүрмін. Бірақ анамның 7 жыл күткен бір күнінде қайтара алмаймын» деп жауап берді. Қорытынды: қарттар үйіндегі ең ауыр нәрсе жалғыздық емес. Ең ауыр нәрсе күн сайын есікке қарап отырып, бүгін келер деп күту. Егер анаңыз немесе әкеңіз тірі болса, оларға бүгін хабарласыңыз. Ертең кеш болып кетуі мүмкін. Өйткені кейбір өкініштерді өмір бойы